Ішкі энергия. Ішкі энергияны біз дельта U әрпімен белгілейміз. Оның өлшем бірлігі бізде джоуль. Ішкі энергияның бізде 3 формуласы бар. Ішкі энергия біріншісі дельта U тең 2-ден 3 нью RT. Екіншісі дельта U тең 2-ден 5 нью RT. Үшіншісі дельта U тең 2-ден 6 нью RT. Енді бұл формулалар не мағына береді? 2-ден 3 нью RT деген бұл бізде бір атом. Екіншісі 2 атомды. 2 атомды. 3 атомды. 3 атомды ішкі энергияның формуласы. Разницасы просто 2-ден 3, 2-ден 5, 2-ден 6. Үшіншісі 2-ден 6 нью RT ол бізде физикада бар, но табиғатта да ол сирек кездеседі негізі. Поэтому ол тестте келмейді ешқандай. Только келетіні бізде бір атомды және де 2 атомды ішкі энергиялар. Егер де есепте бізде неше атомды екенін жазылмайтын болса пайдалануға, мысалы берілмесе да, осы ішкі энергиясын тап десе, ол кезде сен бір атомды ішкі энергияның формуласын аласың. Так, енді мына есепті шығарып тастайық. Бір атомды идеал газдың ішкі энергиясының формуласы. А вариантына қараймыз, ол бізде, конечно, келмейді, ол бізде 2 атомды, иә. Мынау бізде тоже жоқ. Бізде келетін Е варианты ғана. Е варианты қалай келеді? Просто бұл жерде ньюдің формуласын ашып жазған. Масса бөлінген үлкен М. Немесе не болуы да мүмкін ол жерде? N бөлінген N Авогадро болуы да мүмкін. Просто зат мөлшерінің формуласын ашып жазған, иә. Так, енді осыған байланысты есептер шығарайық тағы да. Бізде мына жерде ішкі энергия болған, яғни бастапқы күйде бір болған, сосын бір определенный күйге өскен, иә, көріп тұрсыңдар, 3,5-ке дейін. Енді мен бұл жақта былай формуланы шығарайын. Бір атомды деп есепте жазып қойды еще. 2-ден 3 ПВ деймін. ПВ қалай ол? Мысалы бізде ПВ тең нью RT-ға ғой. А менде формулам қандай болады? Дельта U тең 2-ден 3 нью RT. Нью RT менде ПВ-ға тең, так что осы ПВ-ны нью RT-ның орнына қойып жердім. Теңестіруге болады. Бұл жерде P нулевой, V нулевой тең 2-ден 3 0,1 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі, мега деген 3 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі. 2 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі. 2 литр болып тұр, 2 мен 2 осы жерден қысқарып кетсем, менде неше шығады? 0,3 көбейту 10-ның 3 дәрежесі. Бұл деген бізде 300 джоуль ғой. Бастапқы мәні бізде 300 джоульге тең. Хорошо. Енді одан кейін өзгерістегі мәнін табайық. Ол бізде 2-ден 3 1,5 пи нулевой көбейтілген 2 литр, иә? 2 литр, 3. Так, 3 литр, 3 көбейту 10 минус 3 бұда да. Ал мұнда оның минус 6 дәрежесі бар, иә? Так, енді есепті тастайтын болсам, қазір оның 6 дәрежесі бар мөлейді. Екен мега болып тұр ол. Оның 6 дәрежесі бар. Так, дұрыстап жазып жібейін шықасы. Басынан. Дельта U тең 2-ден 3 1,5 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесі, өйткені мега көбейтілген 3 көбейту 10-ның минус 3. Мұнау үшін мұнау теңдеу, ал астындағы үшін ол мұнау. Қазір жаздық. Бағана алдында жазғанымыз. Сонда дельта U тең болады неше? Мына жерде енді есептеп жіберейін. Мына екеуін қысқарып тастасам 1,5 1,5 көбейту 1,5 көбейту 3 дейін. Менде 6,75 көбейту 10-ның 3 дәрежесі шықты. Бұл деген неше деген сөз бізде? 10,000-ға көбейтіп жазам, менде 6,750. Ой. А чё так? Так, біз бұл жерде по ходу мынаның мәнін қоймадық қой. 1,5 пи нулевой ғой. Все, бітті. Оказывается, P-ның мәнімен алады екенбіз бұл жерде. P-ның мәнімен. Дельта U тең, сонда мынандай 2-ден 3 1,5 P нулевой көбейтілген 3 V нулевой деп. Осылай алу керек екенбіз.
2-ден 3 көбейтеміз. 1,5 көбейту 0,1 көбейту 10-ның 6 дәрежесі. Көбейтілген 3 көбейту 2 көбейту 10-ның -3 дәрежесі. 2 мен 2 осы жерден кетіп қалады. Так. 3-ті көбейтем 1,5-ге. Көбейтем 0,1-ге. Көбейтеміз 3-ге. Менде шықты 1,35 көбейту 10-ның 3 дәрежесі. 3 дәрежесі көбейтсем 1350. Енді осы 1350 деген ол бізде өзгерісі, иә? Мынау бізде энергия 1. Так, ішкі энергияның өзгерісін тап деді. Получается не істейміз? 1350-ден алып тастау керекпін 300-ді. Сонда менде неше шығады? 1050 джоуль деген ответім шығады. Ол бізде еще плюс А варианты болады. Не үшін минус емес? Потому что бұл бізде артып отыр ғой. Кем отқан жоқ. Өзгерісі басында 300 болған, потом 1350 болып кеткен. Яғни артып тұр ғой бұл жерде. Поэтому бұл жерде плюс. Келесі есепке кеттік. Келесі есептен басқа черниламен жазайық. Екі атомды деді, газды изобарлық қыздырғанда ішкі энергияның өзгерісі 500 джоульға болса, газға берілген жылу мөлшері. Так, екі атомды изобарлық қыздырғанда дейді. Q тең А плюс дельта U деген формулам бар, менде қазір көрсетемін. Так, қараңдар, екі атомды, яғни Q тең 2-ден 5 нью эрта, иә? Плюс А-ның мәні. Енді қараңдар, А-ның мәні біз жұмысты формуласы бар ПВ деген. ПВ бізде нью эртаға тең. Менделеев калпирон бойынша ПВ тең нью эрта, ал ПВ-ның мәні А-ға тең. Сонда мына жақта А-ның орнына мен ненің мәнін қоя аламын? Нью эртаның. Нью эрта. Түсінікті ғой? Үшеу өзара бір-біріне тең шамалар. Сонда Q тең. Так, мынаған. Жоқ, олай істемейін. Былай істеп көрмеймін бұны. Дельта U-дің мәні бар ғой менде, кстати, есепте, иә? Дельта U-дің мәні бар менде. Дельта U тең 500-ге. Все, онда бұлай жасайық. 500 менде бар, плюс А-ның мәні да керек. Ол үшін жаңағы формула боламыз. Дельта U тең 2-ден 5. Нью эрта бәрі бір-біріне тең дедім ғой, сонда 2-ден 5 А болады бұның мәні. 2-ден 5 А деген мәні осыдан шығады сонда. Түсінікті ғой? 2-ден 5 нью эрта еді ғой. Нью эртаның мәні менде ПВ-ға тең. ПВ бізде А-ға тең. Поэтому осылай алдым мәні. А-ны табу үшін 2-ні көбейтеміз О-ға, бөліп тастау керек 5-ге. 2-ні көбейтеміз 500-ге, бөлімінде 5. 2 қосқарады, мұнда неше шығады? 200. Сонда 200-ді мұнда жазерім. Неше шығады? 2-ні қоссам менде 700 джоуль деген ответім осыдан шығады. Ол бізде С вариантына тұрген. Келесі формуласы сол. Газдың жұмысы. Газдың жұмысының формуласы А тең П дельта В деген формуладан анықталады. Енді жалпы бұл формула бізде қалай шықты? Мынау формуламыз береді ғой менде. А тең F H деген формула, иә? Енді F-тің орнында қысымның формуласы қандай менде? P тең F бөлінген S-ға, иә? Ол жақтан F-ті табатын болсам, PS болып кетеді. Сол PS-ті мәні мына жаққа барып қоясыңдар. PS H деген яғни осыдан арғай мәніміз шығады. Так. Енді ол қатты важный деп ойламай қойыңдар. Главный біздің мынау формуламыз. А тең P дельта В. Сол газ көлемінің өзгерісі дейді. А тең P дельта В-ға. Дельта В-ны табу үшін А-ны мен P-ға бөліп тастау керекпін. А-ның мәні менде 640 бөлімде P 80 көбейту 10-ның 3 дәрежесі. Неге 3 өткені кило, иә? 0 мен 0 қысқарады, 64 8-ге қысқарсам 8. 8 көбейту 10-ның минус 3 болады. Неге минус 3? Өйткені плюс 3-сіне орғанда минус болып барады, иә? Ол қай вариант? Е вариантына келеді. Конечно, 3 ұтыр солға жылысқанда 0,008 метр кубымызға тең болады. Мұнамен А вариантымен шатастыра алмаңдар, немесе Д вариантымен шатастыра алмаңдар. Шатасып кетті оп-оңай, бір түрден қайта кетсең бітті, короче. Бұл жерде қадаласын сразу. Мына бір есеп. Егер 400 джоуль
жұмыс атқарылғанда сутек газының температурасы бізде 250 кельвиннен 680 кельвинге көтерілсе дейді. Цилиндр поршені астындағы сутек массасы. Так, мен былай жасайын, онда PV тең new RT ғой менде, иә? New RT. New'дің мәнін M бөлінген үлкен M-ді болайын. PV тең масса бөлінген мольдік масса RT-ға. Ал аның өзінің формуласы қандай? Біз сутегін табу керек жай ғана. Ал PV-ның мәнін мен A-ға теңестіремін сонда. Түсінікті ғой? A тең PV-ға, PV менде new RT-ға тең. Сонда PV-ның орнына A-ны алып барып қоямыз. Бітті, сонда A тең M бөлінген үлкен M RT деген формулам осыдан шықты. Массаны табу керек. Ол үшін не істейміз? A-ны көбейтеміз мольдік массаға, бөлу керекпін RT-ға, иә? А бізде нешеге тең? 400-ге тең. Көбейтеміз мольдік масса, ол 2 көбейтіп оның минус 3 дәрежесі, бөлімде 8,31 көбейтілген 250 мен 680 кельвин дейді. Екеуінің разницасын алу керек, дельтасын, иә? 680-ні аламыз 250-ді, менде шығады 430. 0 мен 0-ді қысқарып тастайын сразу осы жерден. Так, 43-ті көбейтеміз 8,31-ге. Менде сұмдықтан шықты ба? Үстіменде 80 көбейтіп оның минус 3. Астында менде 358 деп алайын. Жоқтап 80-ді бөлетін болсам 358-ге менде шығады 0,22. Көбейту оның минус 3 дәрежесі деген жауабым осы шықты. Яғни килограмм. Келесі өтетін нәрсеміз, ол бізде термодинамиканың бірінші заңы, энергияның сақталу заңының жылу құбылыстарында қолданылуы. Былайша айтқанда, иә? Так, жүйеге берілген жылу мен оның ішкі энергиясының өзгеруіне және де жүйенің сыртқы денелермен істейтін жұмысына жұмсалады. Енді қараңдар. Термодинамиканың бірінші заңы бұл бізде бірінші формула бойынша негізделеді. Яғни Q тең дельта O плюс A. A яғни бізде газдікі. Енді қараңдар, ол мен астындағы екінші теңдеуді кішкене ауыстырып қойдым. Неге? Өйткені A штрих деп келсе, немесе A сыртқы деп келсе, ол бізде сыртқы жұмыс деген сөз. Сыртқы жұмыс. И сыртқы жұмыста менде постоянно оның таңбасы минус болады. Есте сақтаңдар, сыртқы жұмыстың таңбасы минус. Поэтому мына формуланы кішкене өзгертіп жібердім. Оның алды минус болған кезде значит қандай болады? Q тең дельта O минус A болады ғой. Осы жақтан U-ды табатын болсақ, Q плюс A болып кетеді. Вот видите? Мына формуланы кішкене өзгертіп жазған осыдан. Ал енді, если сендерге сыртқы жұмысқа қарсы дейтін болса, ондай жағдайда сендерде алды плюс сыртқы жұмыстың алды плюс болып кетеді. Неге? Өйткені сыртқы жұмыстың өзі минусқа тең ғой. Ал оған қарама қарсы десе, логично, ол бізде плюс болады, иә? Енді қараңдар, бізде термодинамиканың бірінші заңның формуласы мынау. Теңдеуі, точнее. Теңдеу осындай болып жазылады. Яғни плюс минус Q тең болады плюс минус дельта O плюс минус A-ға. Қай кезде плюс, қай кезде минус. Ол үшін сендер мына кестеге қарау керексіңдер. Мына бір кестеге қарайық. Бұл жерде айтады, таңба қай кезде плюс болады, яғни Q-да, яғни жылу мөлшерінде. Если жүйеге энергия сырттан берілетін болса, оның алды бізде плюс болады. Ал если жүйе сыртқа энергия шығаратын болса, оның алды минус болады. Жүйенің ішкі энергиясы артады қай жағдайда, если U-ның алды плюс болса. Енді U-ға қатты қиын емес, ішкі энергияға. Артса плюс, кемсе минус. Жұмысқа тоже сондай, жұмыс атқарып жай ғана дейтін болса, ол кезде плюс болады, ал если сыртқы күштер дейтін болса, оның алды минус болады. Так что ұмытпаймыз, просто плюс-минус таңбасын дұрыс қойылсақ болғаны. Так, соған байланысты мұны есеп жапсақ. Газ 300 джоуль жылу мөлшері алғанда, Q-дің алды, Q бізде 300-ге тең болып тұр, иә? Алғанда, значит, оның плюс қой. Ішкі энергия артты дейді. Видите? Так что дельта U бізде тең болып тұр 200-ге, ол менде тоже плюс. Атқарған жұмыс табыңдар дейді. Формулам қандай? Q тең дельта U плюс A-ға. A-ның мәнін табатын болсам, Q минус дельта U, иә? Барлығын алды плюс менде. Ну, енді формулаға қортқан кезде U-ның алды минус болып кетті, потому что A-ны табу керекпіз.
Q'мыз бізде 300-ге тең, минус 200, менде неше шығады? 100 джоуль деген жауабымыз осыдан шығады. Келесі есепке кеттік. Так, қысымдағы ішкі энергияның өзгерісі дейді. Сразу мына формуланы жазып қойыңдар. Q тең дельта U плюс А деп. И ішкі энергияны сұрап жатса, значит дельта U тең Q минус А болады. Потому что ешқандай газға берілген деп тұр. Оның алды минус болатында еш нәрсе жоқ, барлығы өз орнында тұр. Просто Q-дің мәні бар менде, ол 6 көбейту 10-ның 4 дәрежесі. Бірақ А-ның мәні жоқ. А-ның мәні біз мына формуланы табамыз. А тең ПВ өзінің формуласымен. 2,5 көбейту 10-ның 4 дәрежесі көбейтеміз 2-ге. Сонда бізде неше шығады? 5 көбейту 10-ның 4 дәрежесі. 5 көбейту 10-ның 4 дәрежесін. Енді екеуінің бізде дәрежелер бірдей болғандықтан оларды смело ала берсек болады. Неше шығады сонда? Менде 1 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі деген ответім шығады. Енді келесі нәрсеміз бар, ол бізде термодинамиканың бірінші заңын изопроцестерде қолдану. Мына бізде өздерің байқап отқандай изотерма, мынау изохора, мынау изобара. Көріп отқандай Т констант, Т 0-ге тең, және де бұл жақта U-дің мәні 0-ге тең болады. Бұл жатта болу керек енді. Изохора бізде В-ның мәні 0-ге тең, және де А-ның мәні. Оны қалай жатайбыз? Изохора А деп тұр ғой. Поэтому осылай жатыңдар, А-ның мәні 0-ге тең. Ал изобарада бізде екеуден 0-ге тең болмайды. Жұмыста ішкі энергиядан 0-ге тең емес, формула өз күйінде сақталады. Yani теңдеуіміз точнее өз күйінде сақталады. Термодинамиканың бірінші заңы бар ғой, сол формула просто. Q тең дельта U плюс А-ға. Если сендерде ол изотерма дейтін болса, мысалы изотерма дейтін болса, Q тең А-ға болып қалады на формула. Неге? Потому что U-дің мәні 0-ге тең. Изохорада бізде Q-дің мәні тең дельта U-ға болып қалады. Неге? Өйткені А-ның мәні 0-ге тең. Ал изобарада ол Q тең дельта U плюс А болып жазыла береді. Неге? Потому что ешқандай мәні 0-ге тең емес. Изобарал процесінің сондай болады бізде. Түсіндік қой? Термодинамиканың бірінші заңы изопроцестерді қолдану, дәптеріңе жазып жаттап ал барлығын. Олар жаттамасын есеп шықпайды никак. Енді бұнда есептерге в основном бізде теориялық сұрақтар келеді. И прям теория деген халявный нәрсе ғой негізі. Сонда есеп шығып тастайық. Изохора дейді. Опа, изохора сразу А-ның мәні 0-ге тең бізде. Все, бітті. Получается сонда қандай? Q тең дельта U-ға. Болды. Ешқандай плюс минусты жоқ бұның алдында. Барлығы нормально. Сонда А-ның мәні 0-ге тең. Сразу мұнаны сызып тастаймыз. Мұнаны да сызып тастасам болады. Мұнаны да сызып тастаймыз. Мұнаны сызып тастасам болады. Мұнаны сызып тастасам болады. Енді Q-ның мәні бізде 6 көбейту 10-ның 6 болды. Ол бізде неге тең болады? Дельта U-ға. Дельта U-ның мәні сонда бізде 6 көбейту 10-ның 6 екен. Сонда мұнау да болмайды. Ответім F және де H варианттар болады. H варианты қалай болады? Өйткені 10-ның 6 дәрежесі деген плюс 6 ол бізде мега деген сөз. Мына процесске кеттік. Мына бір есепке бірді қойып, мынаны екі қойып. Изотерма. Изотермада бізде не тұрақты? U-ның мәні 0-ге тең. И бізде А-ны сұрап жатыр, иә? Q-ның мәні бізде А-ға тең. А-ның мәні бізде нешеге тең болады? 8 көбейту 10-ның 6 дәрежесіне. Все, барлығы нормально. Изотермада бізде U-ның мәні 0-ге тең болғандықтан, оны мына жаққа қарап сезіндіріп болады, басында осылайынан. Видите? Сөйтіп формулаға қарап шығарамыз. Изохоралық процесс дейді, изохоралық қыздыру деді. Все, осыны оқыдым. Сұраққа қараймын сразу. Менде жұмыс дейді. Изохорада менде А-ның мәні 0-ге тең болады. Все, бітті, сразу 0 екенін белгілеп салам, болды. Өйткені ішкі энергия артып жатыр ма, кеміп жатыр ма, бәрібір. Потому что изохорада А-ның мәні 0-ге тең, и все. Келесі есепке кеттік. Бастапқы температурасы Т нулевой болатын 2 моль бір атомды идеал газдың көлемін изобаралық жолмен 4 есе арттыру үшін қажетті жылу мөлшері. Изобарады жазып қойын. P1 V1 бөлімінде T1 тең болады P2 V2 бөлімінде T2, иә? Мынау жоқ болып кетеді, өйткені оның мәні 0-ге тең болып кетеді. V1 бөлімінде V2 тең T1 бөлімінде T2. Мынаны ауыстырып жаздым, былай қарай. Екеуін ауыстырып қойдым. Енді қараңдар, біз айтады, бастапқы температурасы 0-ге тең дейді. Яғни T1-дің мәні менде T0-ға тең. Енді еще айтады бізде, көлемін изобаралық жолмен 4 есе арттыру үшін дейді. Сонда V2-ның мәні бізде тең болып тұр 4 V1-ге. Өйткені 4 есе арттыру деп тұр.
Сонда v1 бөлімінде 4v1 тең болады t1 бөлімінде t0 бөлімінде t2. v1 мен v1-дің мәні қысқарады. t2-ның мәнін табатын болсақ пропорцияға көбейтемін. t0 көбейтілген 4 болып кетеді. Енді изобаралық жолды термодинамиканың бірінші заңы изобарадан қолдануды жазамыз. Q тең дельта O плюс A'мыз өзіміздің. Q-дің мәнін табу керек. Тең неше атомды екен? Бір атомды деп өздері жазып қойды есепте. 2-ден 3 nu RT. Аның мәнін мен тоже осы nu RT мен аламыз. Сонда менде неше шығып кетеді? 2-ден 5 ортақ бөлім береме. 2-ден 5 nu R дельтата болады ғой. Өйткені менде өзгеріс болып тұр ғой жерде. Тең 2-ден 5 nu-дің мәні менде 2-ге тең. Жылу зат мөлшері. R-дің мәнін ала берейік осылай, потому что жауапта R мен шығады. Көбейтеміз. Бұл жақта енді T2 минус T1. T2 минус T1-ге. Тең 2-ден 5 көбейтеміз. Так, 2 мен 2-ні осы жерден қысқартып жасайын. Сонда менде неше шығады? 2 мен 2-ні қысқартып жасайым. Жаңағы 5 көбейтілген R көбейтеміз. T2-ның мәні менде 4 T0 минус T0-ға, иә? Тең 5R көбейтілген 3 T0 болады. Менде мәні неше шығады? Сонда 15R. Так, 3 T0 алып. 15R. T0 жоқ көтеді ғой. Түсінікті ғой, ответ сонда 15R шығады екен менде. Кішкене қиындау есеп, но если түсінбей қалсаң, қартқа қайтадан айналдырып жібер. Келесі біз өте берейік, ол бізде адиабата процесі деп аталады. Ал адиабата процесінде бізде жаңағы Q-дің мәні 0-ге тең болады. Жаңа формуланы береді ғой менде. Q тең дельта O плюс A. Короче, термодинамика десе осы формуланың есінде болсын да, все бітті. Ал бұл жақтан наоборот бізде Q-дің мәні 0-ге тең. Q-дің мәні 0-ге тең болса не болады мына жерде? A-ны либо U-ды алдын минус қою керек. A тең минус дельта O-ға болады. Немесе U тең минус A-ға да болып келе береді. Бұл бізде жылудан оқшауланған жүйеде өтетін процесті адиабата процесі деп аталады. Енді мұнда теориялық сұрақтар, жылу қозғалтқыштар деген не, қайтымды процесс, дөңгелек цикл, бұлардың барлығын жазып жаттап алуымыз керек. Келесі өтетін нәрсеміз ол пайдалы әсер коэффициенті немесе пәк. Пәктің менде формуласы бар, ол бізде А бөлінген Q1 бірінші формуласы 100% тең болады, немесе Q1 минус Q2 бөлімде Q1 көбейту 100%-ке. Бұл жерде Q1 деп отқанымыз жылу, қыздыру, так, короче, жылы нәрсенің барлығын осыны айтады. Жылы нәрсенің бәрі осыда. Q2 бұл бізде салқындатқыш деп көру мүмкін, мұздатқыш деп көру мүмкін. Мұздатқыш. Короче, суық нәрсенің бәрі осыларға айтылады. Есте сақтадық қой. Q1 дейтін болса, ол только жылы нәрселердің жылу мөлшері. Мысалға, қыздырғыштың жылу мөлшері деп көру мүмкін. Осындай жылу мөлшері жылығанда деп көру мүмкін. Q2-ге салқындатқыштікі, мұздатқыштікі, тоңазытқыштікі деп, яғни суық нәрсенің бәрі соларға айтылады. Осы мінекей басқа особо қиын нәрсе жоқ. Енді осы жерден көріп тұрғандай, А-ның мәні бізде неге тең? Q1 минус Q2-ге. А-ның мәні Q1 минус Q2. А дегеніміз ол бізде кәдімгі өзіміздің обычный жұмысымыз. Енді соған байланысты мына бір есеп шығарып тастайық. Екі есепті. Так, бізде айтады, жылу бір циклда 100 дейді. Так, А тең А бөлінген Q1 көбейту 100% қой. Енді мен есепте қараңдар көріңдер, тоңазытқыш деп тұр. Ол нешеге тең? Q2 тең 400-ге ғой. Видите? 400 джоуль. Поэтому сразу бөліп алсам болады, иә? Потому что кейбіреулер бар. 100-ді алып сен 400-ге бөліп шығарып тастауың мүмкін. Ол бірақ қате болады. Но именно сол жауап ететін вариантында тұру мүмкін. Так, енді мен бірінші сұрақ бойынша менде не деді? Пәкті табу керек. Бірақ пәкті табу үшін менде Q1-дің мәні жоқ. Q1-дің мәні табу үшін менде қай формуланы қолданамын? А тең
q1 минус q2-ні қолданамын ғой. q1-дің мәнін табу керек. Ол үшін a минус q2, иә? q1 тең болады. a-ның мәні менде 100-ге тең. Плюс қой. Плюс. Так, мұны плюс лақтырамыз. 400-ге тең болады. Сонда бізде 500-ге. q1-дің мәні менде 500-ге тең екен. Пәк тең 100 бөлімде 500. 0-дар қысқарып кетеді. Көбейтілген 100%. 0,2 шығады. Көбейтеміз 100%-ке. Көбейтсем менде 20% деген жауабымыз осыдан шығады. Біздің Б вариантымыз дұрыс ответ екен. Түсінікті ғой? q1-ге бөліп қап, құдай ұрып жүрмесін осы жерде. q1-ның мәнін отдельно есептеп аламыз, потом пәктің формуласына саламыз. Келесі өтетініміз осы Карнот цикл деп аталады. Карнот цикл ол екі изотермиядан, екі адиабатадан тұратын тұйықталған процесс. Ол жақта бізде температурамен болады в основном. Пәк тең Т1 минус Т2 бөлімде Т1. Көбейтілген 100%. Осы формуласы. Т1 деген бұл жерде жаңағы жылы заттардың температурасы, яғни Кельвин немесе Цельсиймен келуі мүмкін. Т2 деген бізде суық заттар. Жаңағыдай тоңазытқыш, суытқыш деген сияқты. Кельвин немесе Цельсиймен келеді. Бітті, формуласын есіне сақтап алсаң болды, есеп ұра бересің, ұрач. Так, осы жақта бізде пәкті тап дейді. Т1 минус Т2 бөлімде Т1, көбейту 100%-міз. Бізде бірақ есепті айтады, қыздырғыштың абсолют температурасы тоңазытқыштың абсолют температурасынан 8 есе артық дейді. Бұл не деген сөз? Значит, Т1-дің мәні 8 Т2 деген сөз ғой. Получается, если сен тоңазытқышты 8 есе арттырсаң ғана ол Т1-ге тең болады деген сөз. Пәк тең 8 Т2 минус Т2 бөлімде 8 Т2, 7 Т2 бөлімде 8 Т2. Т2 мен Т2 қысқарады. 7-ні 8-ге бөліп тастайтын болсам, менде 0,875. Көбейту 100%-ым бар еще. 100%-ге көбейтсем 87,5% болады. Яғни бұл проценттік мәні. Так, ол бізде С вариантында тұр екен. Келесі бір есебімізге кеттік. Мына бір есепке. Идеал жылу машинасында қыздырғыштан аралатын әр килоджоуль дейді. Вот видите, әр килоджоуль дегендіктен, яғни А-ның мәні 1 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесінде джоульге тең болады. Осыдан алдым. Энергия есебінен 500 джоуль жұмыс атқарады. Әр килоджоуль энергия. Q-дің мәні ғой бір. Q-дің мәні. Q1. Так, дұрыстап жазайын. Напастымен. Q1-дің мәні менде 10-ның 3 дәрежесі немесе 1000 джоульге тең болды. Оны қалай білдім? Өйткені әр килоджоуль үшін есептің бергенде жазып қойды. Екіншісін айтады, жұмыстың мәні 500 джоуль дейді. Жұмыстың мәні менде 500 джоульге тең. Егер тоңазытқыштың температурасы 280 кельвин болса, тоңазытқыш ол бізде неше деген сөз? Т2. Мәні неше дейді? 280 кельвин. Пайдалы әсер коэффициент және қыздырғыштың температурасын дейді, тап дейді. Пәкті табу керек, және де Т1-дің мәнін табуымыз керек. Так, мен Карнот циклмен пәктің формуласын теңестірейін. А бөлінген Q1 тең дейміз нешеге? Т1 бөлінген Т2 бөлінген Т1 деген формула береді ғой. Осы екеуін теңестіру керек. А-ның мәні ол бізде 500-ге тең. Мынау бізде 1000. 0-дерін қысқартып жібереміз, бұлай кетеді. Сонда 2-ден 1. Т1-дің мәнін табу керек. Т1 минус 280 бөлімде Т1. Пропорция көбейтеміз. Сонда 2 Т1 минус 280 тең болады Т1-ге. Жақшан ашып 2 Т1 минус 560 тең болады Т1-ге. Минус болып өтеді мұнда. 2 Т1 минус Т1 тең болады 560-ға. Екеуін алып тастасам, Т1-дің өзі ғана алады. Сонда 560 кельвинге тең екен. Т1-дің мәні шықты. Т1-дің мәні 560 кельвинге тең. Негізі осы жақтан белгілей салуға жауапты деп, но біз пәктеде жасап көрсетейік. Пәктің формуласы қандай? Т1 минус Т2 бөлімде Т1. Тең. Сонда 560-тан аламыз 280-ді. Бөліп тастау керек 560-ға. Менде шығады
0,05 оны 100%-қа көшірсем менде 50% деген жауабым осыдан шығады. Ой, 0,15 шығады. 0,15 шығады. 100%-қа өтеміз, 50% деген жауабым осыдан шығады. Ал дальше кеттік. Так, бұл есепте қуатты тап дейді наоборот. Бұл мынандай. Пәктен бізде А пайдалы бөлінген А толық бар еді ғой. Дәл осы формула. Бірақ бұл жерде так. Қуаттың формуласы А толықта. N тең А толық бөлінген Т деген формула бар еді ғой. Осы. Толықтың формуласы осыған тең болады. Яғни қуат. Есте сақтаңыздар. Көбісі жасады осындай есептерден. Именно осы есептен даже да. Қуат ол бізде постоянно толық жұмысқа тең. Түсінікті ғой? Ал пайдалы осындай есептерде ол Q-дің мәніне тең бұл жерде енді. Жоқ, Q емес бұл жерде MGH болып тұр, иә? А пайдалы менде MGH-қа тең болып тұр. Все. Ал M-нің мәнін мен ρ деп алдым керекпін. Өйткені масса берілген жоқ менде. Барлық мәнді тауып алдым. Так, сразу орнау MGH бөлімінде толық N көбейтілген Т көбейту 100% болып тұр. Так, қуатты табу үшін не істейміз? Бәк екеуінің орнын ауыстырсам болғаны. N тең MGH бөлімінде бәк көбейтілген Т көбейту 100%-іміз. Так, осы жерге тағы бір түсіндіріп жіберейін басынан. Формуламыз мынау, пайдалы бөлінген толық жұмыс. Осы формуланы аламыз. Бірақ есте сақтайық деп айттым, толық жұмыс постоянно ол қуатқа тең болады, ал пайдалы жұмыстың MGH-қа тең естіресіңдер. Немесе Q-дің мәнінде болуы мүмкін. Бірақ қуат келетін болса, есте сақтайық, постоянно ол бізде толық жұмысқа тең болады. Мінекей. Потом орындарына қойып жібердім. Енді қорытып шығарайын деп жатырмын. Сонда формула болғандай болады. MGH, жоқ, MGH демек қойын, енді сразу жаза берейін да. M-нің мәні менде жоқ. Кстати, оның мәні ρ отыр, оның орында, иә. Р'ның мәні менде 800. Көлем. Ол менде көлем 100 дейді. Ол 100-ді 10 квадрат деп жазайын. Биіктік 6 метрге тең. Бөлімде. Пәктің мәні менде тең отыр 40%-ке. Уақыт 8 минут дейді. Ол 8 көбейтілген 60. Үшімде 100% бар, иә. Процент мен процентін 0 мен 0-ді қысқартып тастайын. Так, қарайық. Бұл жақта V-ның мәні менде тең болып тұр 100-ге. Оны мен 10 квадрат деп жаздым. H менде 6 метрге тең болып тұр. Пәктің мәні 40%. Уақыт 8 минут деп тұр, 10 секундқа айналдыр. Ол үшін не істейміз? 8-ді 60-ға көйтеміз. Так, қалған мәндер есепті берілгенде тұр, оны жазып керек жоқ деп ойлаймын. Мынаны 2-ге қысқартсам 2, мынаны 2-ге қысқартсам менде 5. Так, 1, мұнда 400 болды сонда. 400. Мұнда 1, мұнда 10, мұнда 1, мұнда 2. Бәрін қысап жаздым. 1, сонда 200 болды. Так, сонда 200-ді 8-ге қысқартамыз ба? 208-ге бөлсем, сонда менде 25 деген мәні шықты. Енді дәрежелеріне келетін болсақ, 25 көбейту 10-ның квадраты ғана қалды ғой. Сонда 2500 екен, 2500. Бірақ ондай ответ менде жоқ, так что оны келтіреміз. Ол қай вариантқа келеді? Конечно, С вариантында. Ол қалай? 2,5 деген ол бізде кило деген оның 3 дәрежесі ғой. 2,5 мыңға көбейт жерсең, 2500-ге тең болады. Келесі өтетін нәрсеміз бұл бізде термодинамиканың екінші заңы. Екінші заңы қатты қиын емес, бұл просто бізде теориялық сұрақ. Жылу процестерінің қайтымсыздығын және бағытын сипаттайтын заң термодинамиканың екінші заңы деп аталады. Оны бізде Клазиус зерттедік көрді и Кельвин зерттеп көрді. Клазиус айтады, жылу өздігінен ыстық денеден суық денеге беріле береді деді. Ал Кельвин айтады, ол салқын жүйеден жылу алып, оны жұмысқа айналдыратын машина жасау мүмкін емес дейді. Біз сіздермен спорт етпейміз, рахмет сіздерге. Бұны біліп алу керек енді.
Так, қыздырғыштың пәкті дейді да. Қалай табамыз? Т1 минус Т2 бөлімде Т1. Т1-дің мәні нешеге тең бұл жақта? 227. Неге? Өйткені ол қыздырғыш болып тұр, 227 минус 7. Мынау тоңазытқышты болып тұр. Т1, мынау Т2. Бөлімде 227. Кельвинге айналдырып қажет жоқ, потому что бәрі Цельсиямен тұр екен. Так. 220-ны бөлетін болсам, 227-ге менде шықты 0,96. Оны 100%-ке көбейтетін болсам, менде 96% деген жауабым осыдан шығады екен. Келесі есепке кеттік. Келесі есепті айтады. Жұмыс бар. А тең. Ол бізде 1 килоджоуль. 1 килоджоуль деген 1000 ғой. Жұмысшылар тоңазытқышта дейді. Q2 4 килоджоуль, 4000. Бізге пәкті табыңдар дейді. Пәктің формуласы қандай? А бөлімде Q1 ғой менде. Көбейту 100% өзімізді. Так, Q1-дің мәні менде жоқ, поэтому оны есептеп аламыз бағанағыдай. А тең Q1 минус Q2. Q1-дің мәнін табатын болсам, екеуін қосу керекпін. А плюс Q2-ні. Екеуін қосып жіберсем менде 1000-ға қосамын 4000-ды. Менде сағады 5000. Q1, Q1-дің орнына қойып жіберейін 5000-ді. Пәк тең болады. Сонда 1000 бөлімде 5000. Екеуін бөлетін болсам 2-ден 1, немесе 0,5. Көбейту керекпін 100%-ке. Менде шығады сонда 0,2 құдай ау. Сонда менде 20% деген жауабым осыдан шығады. Тура бағана есеп қой. Так, келесі есепке кеттік. Келесі есепті айтады бізде. Тоңазытқыштың температурасын тап дейді. Мына наоборот. Пәк тең Т1 минус Т2 бөлімде Т1. Бұны 100%-ке көбейтіп қажет жоқ, потому что пәкті уже коэффициенттік күйінде тұр. Оны коэффициенттік күйінде келсе, коэффициенттік сан ретінде. Оны процентке айналдырмаймыз. Тоңазытқыштың температурасы ол бізде Т2. Так, оның үшін не істейміз? Пәкті Т1-ге көбейтіп жіберейін. Т1 минус Т2. Так. Орындармен ауыстырамыз. Т2-ні мұнда жіберейін. Т1 минус пәк көбейтілген Т1 мұнда кетсін, Т2 тең. Т1-дің мәні бізде қыздырғыш 500-ге тең. 500 минус пәктің мәні менде 0,44 көбейту 500-де. Т1-дің мәні өйткені 500-ге тең болып тұр. Екеуін көбейтіп жіберетін болсам 0,44-ті көбейтем 500-ге, менде шығады 220. Сонда 500-ден аламыз 220-ны. Менде тең болады ол 280 кельвинге. Яғни Т2-нің мәні 280 кельвин екен.